Бізге мынандай бір есеп берілсін. Құрамында 8 грамм тұзы бар. 0,1 м мыс эквивалент сульфаты ерітіндісінің көлемі. Мына жердегі м дегеніміз моль бөлінген литр. Яғни концентрация тең болады мыс сульфаты 0,1 м. Жалпы бұл жерде мыс сульфатының ерітіндісі берілген. Соның құрамындағы мыс сульфатының массасы 8 граммды құрайды. Табуымыз керек осы мыс сульфатының көлемін. Енді біз бірінші мына формуланы қолданайық. N тең болады m бөлінген mr. Бұл жерде бізде Cm тең болады n бөлінген v еді ғой. Мына жерде зат мөлшерін тауып аламыз. Яғни зат мөлшері тең болады 8 бөлінген 160. Өйткені mr мыс сульфаты тең болады 160 грамм бөлінген мольға. Бұл жерден бізде 0,2 моль шығады. Жоқ, есептейікші 0,5 бөлейік. 8 бөлінген 160. Иә, 0,5 екен. Демек, мына жерде бізде Cm белгілі, зат мөлшерін тауып алдық. Сонда V тең болады n бөлінген Cm. 0,5 бөлінген 0,1. Бұда бізде 0,5 шығады. Өлшем бірлігі литр. Жаздық па? Иә. Келесі 500 грамм 2% ерітінді даярлау үшін қажетті мыс эквивалентті сульфатының массасын есептеңіз дейді. Бұл жерде именно мыс сульфатының мрін есептеу қажет жоқ. Егер формула білмейтін болсақ, мысалы кейде күрделі заттардың формуласы керек болады. Бұл жерде тек 500 грамның 2%-ін табамыз. Яғни 500 граммды біз 100% дейміз да, оның 2%-ы неше грамм болады? X тең 500 көбейтілген 2 бөлінген 100. 10 болады ғой. Яғни 5. 10 шығады. Яғни мыс сульфатының 10 граммы қажет деген сөз. Түсіндік қой? Яғы. Жаздық па? Иә. Және мынандай есеп келсе сендер оңай деп ойлайсыңдар ма, әлде қиын деп ойлайсыңдар ма? В1, В2 деп табуға болады ғой, соны қосып, В3 деп, сонда форма бар еді ғой. Бұл жерде масса. Қараңдар. 150-ді 8-ге көбейтіп, 250-ді 10-ға көбейтіп, оны бір-біріне қосамыз да, сосын 150-ді 250-ге қосамыз. 400 болады. Алмайым шығара аламын.
Иә, иә. Бұл жерде мына сірке альдегиді екі ыдыста. Біріншісінде 150 грамм ерітінді, бірақ оның ішіндегі 8% ғана сірке альдегиді болады. Ал екінші ыдыста 250 грамм ерітінді, оның 10% ғана сірке альдегиді болады. Жалпы масса бізде 150-ге 250-ді қосамыз, 400 грамм ерітінді пайда болды. Енді осы жерде бірінші 150 граммда 100% деп аламыз. Оның 8%-ын табамыз. X тең 150 көбейтілген 8 бөлінген 100. Неше шығады? 12. 12 грамм. Дәл сол сияқты мына жерде 250-дің 10%-ын тауып аламыз. Одан неше шығады? 25. 25. Енді жалпы сірке альдегидінің осы массаларын өзара қосамыз. 12 қосылған 25, сонда 37 грамм шықты, иә? Жалпы ерітіндінің массасы 400 грамм болды да, ал ерітіндінің құрамындағы сірке альдегидінің массасы 37 грамм болды. Демек, бұл жерде үшінші пропорция болады. 400 граммды 100% ерітінді дейміз де, оның құрамындағы 37 грамм сірке альдегидінің пайызын табамыз. X тең 37 көбейтілген 100 бөлінген 9,25 шығады. 100-25. 9,25%.